Тоққа түсіп өлетін жайымыз жоқ. Алматыдағы Қайрат шағын ауданының тұрғындары үйлеріне іргелес салынып жатқан құрылысқа қарсы шықты. Айтуларынша, заңды белшесінен басқан компания жоғары кернеулі электр желісінің жер астындағы кәріз құбырының бойымен тартыпты. Кәріз жүйесінен су кетсе, апат салдарын елестетудің өзі қорқынышты дейді халық. Ал аудан деңгейіндегі шенеуніктер бұл мәселені шешуге мүлдем құлық танытпаған көрінеді. Тараптарда Әсем Леспек тыңдап келді. Жаңгүл Нөпірованың Қайрат шағын ауданында тұрып жатқанына 7 жылдан асқан. Осындағы көршілері сияқты таза ауасымен орналасқан жеріне қызығыпты. Қаланың шуынан қашық, бірақ орталыққа да шығыс айналма жолымен тез жетеді. Алайда жазда басталған көп қабатты тұрғын үй кешенінің құрылысы берекемізді қашырды дейді. Астрой компаниясы осы тамыз айынан бастап салып бастады. Әу бастан өзі бізге проблема тудырып, өтірік айтып, басқаша бір әрекеттер жасап бастаған, енді әлі де бізбен бірге бір келісімге келмей жатыр. Біздің талаптарымыз мынау неге высоковольтный кабельді шығарып тастасын, басқаша жолдармен істесін. Кешеннің құрылысына мұндағы бүтін бір көше үзілді-кесілді қарсы болып отыр. Құрылыс компаниясы қауіпсіздік ережелерін белшесінен басып отыр дейді. Себебі жоғары кернеулі электр желілері жер астымен жүргізіліпті. 10 киловольттық сымдар тура кәріз жүйесімен қабаттастырыла тартылуы тұрғындардың өміріне қауіп төндіріп тұр дейді. Бізде орталық кәріз жүйесі тартылып жатыр. Қасымызда Жас Қайрат тұрғын үй кешені салынуда. Құрылысын Астрой мекемесі жасап жатыр. Мердігері Береке строй групп. Олар қарама-қарсы орналасқан тұрғын үй кешенінен жер асты арқылы электр желісін жүргізуде. Кәріз жүйесі де осында. Жұрт мәселені аудандық шенділерден бастап архитектор мамандарға дейін хабарлаған. Ондағылар бізге қатысы жоқ деген сылтаумен түйткілді шешуге тырыспапты. Ал құрылыс компаниясы сұхбат беруден бас тартты. Әңгімені заңға қайшы жұмыс жасамадық деп қысқа қайырды. Қалалық әкімдік болса тексеру жүргізіп жатқанын мәлімдеді. Аталған өтініш бойынша қазіргі таңда мердігер Береке строй групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты жоспардан тыс тексеру жүргізіліп жатқанын хабарлаймыз. Тексеруден кейін түсініктемелер беріледі. Бірақ тұрғындар компания өкілінің де, шенділердің де сөзіне мүлде сенбейді. Құрылысты тоқтатуға бекінген жұрт қала әкімнен бастап мемлекет басшысына дейін мәселені шешіп беруін сұрап хат жазған. Әсем Леспек, Сергей Ковтун, КТК, Алматы.